Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге біздің орталықтың ресми YouTube каналы. Бүгін бір ерекше маңызды тақырып қозғалады. Ол мергер ісі және бүгінгі оның ахуалы мен жағдай туралы айтатын боламыз. Биыл 2025 жыл президенттің бұйрығы бойынша жұмысшылар маманы жыл болып танылды. Осыған орай мергерлерге деген халықтың көзқарасы өзгеретініне сенеміз. Бүгін осы тақырыпты талқылау үшін, жан-жақты білу үшін осы Шымкент жүрек орталығының мергер ісі директоры Сатыбалдиева Жанар Ыдырысқызымен сұхбаттасатын боламыз. Құрметті Жанар Ыдырысқызы, бірінші сұрағым, мергер деген кім? Жалпы оның қандай міндеттері бар? Мергер бұл негізгі мергерлік білімі бар және өз елінде мергерлік тәжірибесі бар, біліктілігі және жұмысқа рұқсаты бар маман десек болады. Мергерсінің анықтамасына адамдардың әл-ауқатын сақтауға, аурудың алдын алуға, денсаулық сақтау өнері, ғылымы немесе рухани қызмет ретінде қарсақта болады ол маманға. Жақсы, рахмет. Мергерлерді мен айтар едім, екі топқа бөлсек болады, екі уақытқа бөлсек деп айтар едім. Бұрынғы түсініктегі мергер, яғни бұрынғы осы уақытқа дейінгі айналысқан мергерлердің мергерлік міндеттемелері, қазіргі таңдағы мергердің міндеттемелері. Бұрынғы түсінік бойынша мергер ол науқасқа жаңағы процедуралар істейтін, манипуляциялар істейтін, дәрігердің тек қана нұсқаулықтарын орындайтын, науқасқа күтуші ретінде ғана біз қабылдайтын маман. Былай халық солай қабылдайды. Мергер десеңіз кім деген жағдайда ол жай ғана укол істейтін, жаңа врач назначениесін істейтін маман деп қабылдайды. Ал қазіргі таңда мергер ол науқасты емдеудегі науқасқа бағытталған көмек көрсетушісі десек болады. Ол мергер қазіргі таңда науқастың жалғыз өзін ғана емдеп, тек қана соған көңіл бөлмейді. Ол оның туған туыстарына, немесе жаңағы айналасындағы кісілерге, күтушілеріне науқастың қалай күтімі, науқастың емі, науқастың диеталық тағамдары, оның физикалық жаңағыдай қандай психологиялық жағынан қандай күтімдер керек, сондай емдеу істеріне көмектесетін үлкен маман. Қазіргі мергерлер, дамыған мемлекеттерде мергерлердің дауысы жоғары саналады. Себебі олардың бізде әлі ол неге енген жоқпыз. Мысалыға айтады ғой, жаңағы ғылыми жағынан мергерлер, немесе мынау мергерлерді топқа бөлу дейді. Құрметті Жанар Ыдырысқызы, осындай қысқа нұсқа жауабыңызға рахмет. Жалпы халық арасында мергерді енді халық басқа мергерді медсестра деп таниды ғой. Бәрі біледі, медсестра десе укол, дәрігер назначенияларды орындайтын, сондай адамдар ретінде біледі. Ал енді осы соңғы кезде, қазіргі кезде жалпы мергерлерге қандай жаңа міндеттер жүктелді? Дәрігерлердің берілген манипуляцияларын орындау бұрында да болған, пациенттерге просто бағытталған күтім, тәлімгерлік мамандарды қайта даярлау десек те болады, жаңадан кейін мамандарды, пациенттерге және оның отбасын оқыту десек те мергердің міндеттемесіне жатады. Өз-өзінің білімін арттыру деген бар, немесе пациенттерді өз бетінше қабылдау. Өз бетінше оларға жаңағы күтім көрсету, оларға дәрігердің берген емін дұрыс қолдану. Және соңғы кезде байқаған шығарсыздар, мергерлер өздерінің жаңағы халықаралық дейді, немесе осы мемлекеттік дейді, немесе жаңағы қалалық деген өздерінің конференция семинарлары болады, өздерінің дауыстары болады. Яғни өзінің білімін, статусын жоғарылату мақсатында және халыққа дұрыс көмек беру, пациенттерге дұрыс көмек, күтім көрсету бағытында олар өз білімдерін арттырып, білімдерін бөлісіп отырады. Құрметті қалай түсінгендеріңіздей, медсестралар, яғни мергерлердің қазіргі таңда халықтың көзқарасы өзгеріп, олардың қоғамдағы статусы өскен. Олар бұрынғы тек қана укол салып, назначенияларды орындап, қызмет етіп жүрмейді, яғни обслуживать етпейді пациенттерді. Сонымен қатар, осы соңғы жылдардағы әлемдік тенденцияға байланысты президентіміздің биылғы жұмысшыларға бөліп отырған көңілі, реформалардың себебінен осылайша мергерлердің мәртебесі өсіп, олардың құзыреті өсіп отыр. Осылайша мергерлер өздерінің халықтың арасындағы қалыптасқан әртүрлі көзқарастарды қалыптастыру жолында. Жанар Ыдырысқызы, 25 жыл еліміздің президентінің жарлығы бойынша жұмысшылар мамандығы жылы деп жарияланды. Бұның ішінде әлбетте мергерлер ойып тұр, өз орнын алады.
Енді осындай реформада сіздің ойыңызша қандай мергерлерде өзгеріс болуы мүмкін? Иә, дұрыс айтасыз. Мемлекет басшысы 25-ші жылды жариялағанда жұмысшы мамандар жылы деп жариялады. Осы жұмысшы мамандар жылының шеңберінде денсаулық сақтау министрлігі еліміздің денсаулық сақтау жүйесіндегі мергер мамандардың рөлі мен мәртебесінің жаңа тұжырымдамасын қалыптастырды. Тәжірибелерді кеңейту немесе өкілеттіліктерді күшейту, білім беру бағдарламаларын ғылымды жаңарту, тұтастай алғанда жаңа формациялық мергерді даярлау десек те болады. Біздің елімізде 2024 жылда, яғни статистикаға сүйенсек, 190 мыңнан астам орта буын мамандары бар. Оның ішінде 20 мыңнан астамы қолданбалы бакалавр дипломы бар мамандар десек болады. Статистикаға сүйенетін болсақ, мағлұматына, біздің мемлекетімізде 2024 жылы 3.400.000-дан астам тек стационарлық көмек алыпты. Яғни 190 мың мергерге бөлетін болсақ, енді сіздер түсіне берсеңіздер болады, қаншалықты мергерге үлкен жүктеме бар екен, жауапкершілік бар екен. Бұл яғни мергердің жұмысында қызметіне байланысты күйіп қалу, яғни былай орысша тіл айтқанда выгорание дейді. Сондай жағдайға әкеліп соқтырады. Ол жағдай әрине бар біздің мемлекетімізде, барлық орталықтарда, барлық емдеу мекемелерінде ол жағдай бар. Жалпы Жанар Ыдысқызы, жалпы біздің орталықта осы президентіміз реформасына қатысты, мергер ісіне қатысты қандай іс-шаралар жасалып, қандай өзгертулер болып жатыр? Қазіргі таңда біздің орталық корпоративный фонд UMC-ға қатысты болғаннан кейін, яғни біз сол организация бір ұйымда болғандықтан бізде өте жаңалықтар ендіру, жұмысты жақсарту, мергердің жаңағы үстемесін жоғарылату, ол бізде қолға алынған. Қазіргі таңда ол іс басталып кеткен. Яғни денсаулық сақтау министрлігінің қойылған бірінші бағдарламасы, ол яғни басқарма төрағасы десек те болады, немесе бас дәрігер десек болады, олардың көмекшісі ретінде бұрын бас мергер деген мамандық қана болатын әр орталықтарда, емдеу орталықтарында. Қазіргі таңда сол бірінші тұжырымдамасында бас мергерді бас дәрігердің көмекшісі ретінде статусын көтермелеу. Яғни оның көптеген сұрақтарда, жаңағыдай жұмыстарда жақсарту, пациенттер күтімі емдеуінде жақсартуда, яғни мергердің дауысы болады деген сөз. Яғни мергердің көптеген сұрақтарын ол сол көмекшісі ретінде бас дәрігердің ол кісі өзінің дауысын шығара алады. Яғни сондай мамандық ендіру туралы қазіргі таңда тек қана қолға алып жатыр мемлекетіміз, бірақ біздің орталықта ол ендірілген, яғни мергер ісінің директоры деп қазіргі таңда ол қызметте мен атқарып келемін. Ол бірінші. Екіншіден, мергерлерді оқыту, білімін көтеру, білімді мергер ғана дұрыс күтім көрсете алады. Біз білімге өте қатты көңіл бөлеміз, және орталығымызда әкімшілік бізде өте қатты қолдау көрсетеді. Өзіміз білімімізді жоғарылатамыз, одан бөлек сырттан шақыртып, мамандар шақыртып оқыта аламыз, және мамандарымызды сыртқа көптеген дамыған мемлекеттерге және өзіміздің Астана қаласындағы сондай үлкен емдеу орталықтарына және оқу орындарына жіберіп, мамандарымызды оқытып отырамыз. Керемет. Мінекей осылайша құрметті. Тағы да бір үлкен көмек. Тағы бір үлкен көмек бізде ендірілген. Ол Қазақстанда ендіру қазір кішкене қиындау болса да болады. Ол науқас саны мен мергер санының бір-біріне қатынасы. Ол өте маңызды. Жаңағы мергерлердің күйіп кету жағдайы, қызметті күйіп кету жағдайы қандай? Ол как раз жаңа пациенттер көп кезде ол мергер үлгермейді, шаршайды. Ал бізде сол мергер қатынасы мен науқас қатынасы саны тураланған. Яғни Америкалық мергерлер ассоциациясы немесе Европалық мергерлер ассоциациясының және соларды қолдау, жаңағы кәсіподақ қолдауларының несі бойынша, жолдамалары бойынша бізге ол қазіргі таңда жолға қойылған. Біздің орталықта осындай 3 бағыт бойынша Жанар Ыдысқызы айтып кеткендей жұмыстар жүргізілген. Және мергерлердің дауысы пайда болған, мергер ісі деген бөлім пайда болып, осылайша мергерлерді барынша қолдап, олардың дәрежесін өсіруде. Қазіргі таңда біздің мемлекетіміз енді қолға алып, ол жаңа документ түрінде дейді ғой, сондай қолға алынып жатыр. Но бізде орталықта ол маңызды іс болып іске ендіріліп жатыр. Ол мергерлер дәрігердің белгілі бір қызметтерін, жүктемелерін өздеріне алған. Делегирование дейді, яғни орысша айтқанда. Көптеген сондай дәрігерлердің жұмысын жеңілдету мақсатында. Егер дәрігердің жұмысын біз жеңілдетсек, дәрігер көптеген уақыт бөледі әр науқасқа. Мергер санының, науқас санымен баламасын туралаған жағдайда мергерді дұрыс күтім көрсетеді. Яғни көптеген еңбекті ала алатын болса, қазір айтып отыр ғой, мергерлер топқа бөлінеді. Жай медициналық колледжін бітірген мергерлер, одан кейін қолданбалы бакалавр бар мергерлер және академиялық бакалаврды бітірген мергерлер, сосын магистратураны бітірген мергерлер. Бізде сол 4 дипломында да, 4 мамандықта да мамандарымыз бар. Қазіргі таңда өте көптеген мамандарымыз, 80-нен асық маманымыз қолданбалы бакалавр дипломы бар.
20-дан асық мамандарымызда академиялық бакалавр бар, бір маманымызда магистрлық диплом бар. Сол кісілер қазіргі таңда сол жұмыстарын өздері алып жүргізіп жатыр. Одан бөлек қазір байқасаңыздар, мейіргерлерге ғылыми іске де оларға ден қойып, оларды ендіріп жатыр. Ғылыми іспен ісіге сол тақырыпта немесе жаңағы статья жазу дейміз, тез жазу дейміз, ол да жаңағы өзінің статусын жоғарылату мақсатында біздің бірінші статьямыз кеше Ташкент қаласында өткен халықаралық конференцияда біздің мейіргерлеріміздің статьялары шықты. Керемет. Осындай толыққанды жауабыңыз үшін жаңағы сізге алғысымды білдіремін. Жалпы келешекте мейіргер болғысы келетін жастарға қандай ақыл айтар едіңіз? Шын айтқанда мен 34 жыл еңбек өтілім бар екен осы мамандықта жүргеніне. Әрине мен өкінбеймін, тек қуанамын осы мамандық таңдағаныма, осы мамандықта жүргеніме. Өзіңіз де ойлайтын шығарсыз, неге мысалы дәрігерлікке кетпеген, неге басқа мамандыққа кетпеген деп. Осы мамандықты бастап, осы мамандықта жүргеннің арқасында мен көптеген жаңағы тәжірибе алдым. Көптеген мамандар болды менің алдымда да, менен кейін де айналамызда. Солармен тәжірибе бөлісіп, және мына науқастарға бағытталған көмек күтімін дұрыс көрсету, ол нәрсенің бәрін жұмыс бабында үйренесіз. Әрине мен медициналық колледждерде оқытады, но сіз практика жүзінде орталықтарға жұмысқа тұрған кезде ғана сіз опыт жинайсыз. Және осы мамандығым арқасында мен көптеген орталықтарда дүние жүзіндегі өте дамыған мемлекеттердің пациенттерді емдеудегі іс-шаралармен бөлістім, сол жерлерде оқуларда болдым. Сол жақсы үлкен тамаша көмектерді біздің азаматтар неге алмасқа, неге соны біздің мемлекетте ендірмеске деген оймен осы жұмыста әлі алға жасап келемін. Өзіме ұнайды, және жастарға айтар едім, бұл мамандық таңдасаңыздар, бұл өте керемет мамандық. Әрі рахметі бар, себебі бұл сауап іс дейді ғой мұсылмандарда да. Рахметі бар, сауап іс. Өзіңіз әр науқасқа көмектескен сайын бір жеңілдік, бір қуаныш сезім аласыз. Құрметті Жанар Адасқызы, жалпы қазір соңғы кезде халықтың арасында қызу талқылауға жүр деп айтсақ болады. Мейіргерлер, яғни медсестралар өздері пациенттерді қабылдап, өздері рецепт жазып береді деп жатыр. Жалпы осындай үлкен жыл өтілімі бар мейіргер ретінде сіз не айтар едіңіз? Әрине өте дұрыс сұрақ. Бұл өте халық арасында қазір қатты шу болып жатқан жағдай. Себебі халыққа түсіндірме жұмыстары әлі толық жүргізілген жоқ. Яғни түсіндірме жұмыстары жүргізілсе, халық түсінеді, және ол практикаға енгізілгеннен кейін ғана олар түсінеді. Ол мейіргер науқасқа диагноз, өзінің ғана диагнозын қояды. Яғни дәрігер құсап, дәрігердің бүткіл диагнозын қойды, немесе оның бүткіл жаңағы ем-домдарын жазбайды мейіргер. Мейіргер мысалы қандай науқастарға рецепт жазады. Ол мысалға алатын болсақ, қант диабеті бар науқастар, инсулинді қолданыста оларда ұзақ мерзімде қолданады, өмір бойы десек те болады кейбір кісілерде. Оларға мысалы очередь күтіп, врачтың алдында бәленбай уақытын жоғалтқанша, мейіргер оны біледі, ол кісінің. Дәрігермен ақылдасып, белгілі бір мөлшерде мысалы сол науқасқа рецепт жазып бере алады. Сол сияқты біздің орталықта алатын болсақ, жаңағы ХСН дейді, хронический сердечный недостаток, созылмалы жүрек жетіспеушілігі ауруы бар науқастар, олар бізде жаңағы неде учетта тұрады, диспансерлік. Ол кісілерді қабылдау, ол кісілердің алғашқы жаңағы мағлұматтар жинау, ол кісілердің жаңағы дәрі-дәрмектерінің несін қарау, оның бәрі мейіргердің мойнында жүктелген. Ол кісілер шақыртады уақытылы, ол кісілермен жұмыс жүргізеді. Дәрігерге тек өзгертулер болған жағдайда, немесе жаңағы оларды басқа анализдерге, немесе жаңағы зерттеулерге жіберу кезде мейіргерлер жібере алады. Себебі олардың сондай мүмкіншілік алатын оқыған, яғни академиялық бакалавр және қолданбалы бакалавр диплом бар мейіргерлер осы жұмыстарды атқарылады. Халық оны дұрыс түсінген соң, бұндай үлкен жаңағыдай кептелістерге келеді деп ойламаймын. Бұл болашақта мейіргердің білімін және оның қаншалық маңызды мамандық екенін, қаншалық жауапты мамандық екенін халық түсінеді деп ойлаймын. Түсінікті. Мысалға дәрігердің кейбір функцияларын, міндеттерін делегировать етіп, яғни бөліп, берейін деп тұр ғой. Енді бұл жерде бірақ басқа жағынан келейін деп тұр. Кәсіби күйу, выгорание болып қалмайды бұл жерде. Мемлекетімізде сондай бағдарламалар ендіріліп жатыр. Мында келе қойыңыз. Мамандықтардың жаңағы штатты көбейту дейді ғой, штатты көбейту, немесе оларға белгілі бір жүктеме ғана беріледі. Яғни мейіргерге сонша еңбек жүктемелгеннен кейін, мейіргердің белгілі бір мамандықтар жүктемелерін кіші буынға беріледі. Кіші буын дегеніміз жаңағы
тағы жақында Құдай қаласа бір мамандық енеді, ол жағында мейіргер, кіші мейіргер десек те болады. Ол науқасқа күтіммен айналысады. Егер ол күтіммен айналысып жатса, келесі мейіргер оның жаңағы ем домымен айналысады деген сөз. Сонда ол күйіп кету қаупі одан бөлек күйіп кету қаупін алуда мен айтар едім, көптеген орталықтарға енгізуге қажетті нәрселер ол біз науқастарға арналған психолог мамандарын барлық жерде штатта бар. Мамандарға, қызметкерлерге арналған психолог маманы жоқ қой, байқасаңыз. Олармен айналысу керек, олар көңіл бөлу керек, уақыт бөлу керек. Одан бөлек мысалы мейіргерлердің көптеген жұмыстарын қазір мынау цифровизация дейді ғой, өздеріңіз білесіздер. Сондай жұмыстарын сондайға өткізсек, жеңілдейді ол жұмыстарды. Бұрынғымен салыстырғанда мысалы айтатын, давление өлшеу үшін тонометрмен барып өлшейді, пульсын өлшейді, сағат алып, одан кейін температурасын өлшейді. Егер барлық сол орталықтарда монитор, давлениені де өзі өлшейді, пульсті де өлшейді, температураны да өлшейді. Сондай аппараттармен, қажетті құрылғылармен қамтамасыз ететін болса, мейіргердің жұмысы жеңілдейді. Мейіргердің отыратын орындығына шейін аса көңіл бөлу керек. Себебі ол сол орталықта науқастың жұмысын жағдайын жақсартуда үлкен маман. Яғни дәрігер ем-домды берген кейін науқастың қасында 80% уақытында ем-домында 80%-ін орындайтын мейіргер. Бәрекелді. Осындай толыққанды жауабыңыз үшін өте үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, әсіресе мына үкімет басында отырған кісілер, бұлар әлбетте сіздер өте жақсы білесіздер бұл мәселені. Егер де осы жүйе толыққанды ететін болса, міндетті түрде мейіргерлердің жағдайын жасап, условия жасау керек екені де алдыңғы орында тұратын сұрақ екені сөзсіз.